Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен EGOV-KZ-тен ECP ключін қалай алуды сұраған екенсіздер, сол туралы айтып өтемін. Ол үшін сіздер браузердің жоғары жағына қалаған браузерлеріңізге EGOV-KZ деп жазсаңыздар болады, және бірінші тұрған Қазақстан Республикасының электронды үкіметі дегенді алуға бассаңыздар шығады. Және соның асты бетіне түссеңіздер, енді қараңыздар. Мен бұл жерде қазақ тіліне қойдым. Сіздер орыс тіліне қойсаңыздар болады. Мен қазақ тілінде жүргізіп отырғандықтан, сол үшін қазақша қоямын. Енді осы жерден ECH-ны қашықтықтан алу дегенді басасыздар. Осы жерден ECH түрін таңдайсыздар. Қашықтықтан алу деген түрді бастаймын. Және онлайн сұраныс бересіздер. Енді қараңыздар, мына жерде сіздерге заңды тұлға ма, или жеке тұлға ма деп сіздерге қызметтің түрін сұрайды. Жеке тұлға деп жазасыздар. Және өзіңіздің иініңізді мына жерге кіргізесіздер. Міне, енді осы жерден сізден сұрайды. Энсалайер дегенді сіздер өздеріңіз орнатып қоюларыңыз керек. Себебі менде орнатылған бұл. Мемлекеттік азаматтық деректерге тіркелген. Міне, өзіңіздің иіңіз жазсаңыздар осылай шығады. Және жеке куәлікпен дейсіздер. Сөйтіп ары қарай өтесіздер. Бұл жерде енді телефон номерлеріңізді жазасыздар. Және бұл жерде басқан кезде сіздерге SMS код келеді. Соны жазуларыңыз керек. Енді осы жерде сіздердің жақсы. Міне, бізге осы жерде QR кодпен кіру деген шығады. Осы QR кодпен теруді суретке түсіріп аласыздар. Осылай телефондарыңызға және WhatsApp-қа жібересіздер. Осы телефонға түсірді. Мінекей, осы жерден Google-ға кіресіздер. Және осы жерде начать что угодно деп тұр ғой, сол шетте видео тұр. Микрофоннан кейін көріп тұрсыздар ма? Соны басасыздар. Және жаңағы суретке түсіріп алған QR кодты галереяңыздан іздейсіздер де осы жерге тұтасыздар. Сонда EGOV-KZ деген шығады. Сонда сіз суретке түсіріп алғанда осылай кіреді. Және сол кіргеннен кейін өзіңізді продолжать етіп суретке түсіріп бастайсыз. Жақында десе жақындайсыз, алыс тұр десе алыс тұр деп осылай камерадан өтесіздер. Барлықтарыңыз осылай камерадан өтесіздер. Жақында десе жақындап, алыста десе алыстап, міне осылай сіздерге айтып көрсетіп тұрады. Мен мына жерде енді басқа бір адамның несін істеп жатқандықтан сіздерге көрсетпедім. Әрқайсыңыз өзіңіздің сұраныстарыңыз бойынша істейсіздер. Өздеріңізге болса, өздеріңіздікін осылай істейсіздер. Бұл QR кодпен видео өтті менде. Көріп тұрғандарыңыздай менің неме келді. Қол жеткізуге сұраныс сұрау. Рұқсатын сұрайсыздар. Рұқсат аласыздар. Міне, осы жерде сіз мына жерге галочка қойып, ары қарай енгізу деген батырманы басып, және қай жерге сақтауларыңыз керек. Мына жерде поштаны жазу міндетті емес, сондықтан кілтті қою таңдау дегенді басасыздар. Және қай жерге сақтайсыздар, соны жазасыздар дербес компьютерға. Және қай жерге. Мен документтің ішінде рабочий папкада рабочий стол бар менде. Сол рабочий столдың ішінде Есенғали дегеннің ішінде Набат деген бар. Бұрынғы менің срогым өтіп кеткен нем осы жерге түсіремін. Міне, құптау. Сіздерде өздеріңіз таңдап аласыздар қай жерге. Менің аты жөнім шықты. Мінекей, енді сертификаттан өту деп жазамыз. Енді мына жерде біз өзіміз құпия сөз таңдауымыз керек. Ол құпия сөзіміз ағылшын тілінде болады. Ағылшын тілінде өзіңіз жазасыздар.
ұмытып қалмайтұғындай пароль қойсаңыз болады. Менікі түсті. Енді бұл қай жерге түсті көреміз. Рабочий столда Есенғали деген папканың ішінде набат. Менің бұрынғы сұрау өтіп кеткенім жоғарыда тұр. Бұл жерде сіздер жылымен қарайсыздар. Бүгін 6-сы 4 апрель 23 жыл. Осы жерден келіп түсті. Енді мен бұрынғы немді ECP'імді өшірсем болады. Сіздерге шатасып кетпеу үшін көрсетіп жатырмын. Мінекей. Енді біріншісімен әрқашанда қайда кірсек те біріншісімен кіріп подписка етеміз. Ал егер біз осыны қандай да бір документті заключение жасауымыз керек болса, онда екінші бетін басып жазасыздар. Біздің ECP ключіміз ашылды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп подписка жасап кетіңіздер.